Сәлеметсіңдер ме балалар? Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңдар. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі, 2-ші бөлім 117-ші сабақ сын есімді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз сын есімдерді ажыратамыз, тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжай аламыз, тыңдаған мәтін бойынша мазмұндама жаза аламыз. Енді 55-ші жаттығуға назар аударайық. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді тыңда. Балықшы мысық. Мысық өзенге балық аулауға барады. Қармағын суға салады. Оған шабақ түседі. Бұл кішкентай балық қой, деп ойлайды мысық. Қармағындағы құртын іліп алып тағы да суға тастайды. Бұл жолы қармаққа алабұға түседі. Алабұға да онша үлкен емес, деп ойлайды. Қармағын 3-ші рет тастайды. Қармаққа үлкен шортан балық түседі. Ол мысықты суға сүйреп әкетеді. Мәтін мазмұнын бойынша жоспар құр, сол жоспар бойынша мазмұндама жаз. Келесі менің жоспарыма назар аударайық. Жоспар. 1. Балықшы мысық. 2. Қанағатсыз мысық. 3. Тойымсыз мысықтың ақыры. Және де осы жоспар бойынша кішігірім мәтін ұйымдастырдым. Бір күні мысық қармағын алып өзенге балық аулауға барады. Оның қармағына алдымен шарбақ түседі. Алайда мысық оны кішкентай деп менсінбейді. Қармағына құрт іліп тағы да аулауға кіріседі. 2-ші рет оның қармағына алабұға түседі. Ол балықты онша емес, үлкен емес деп қанағаттанбады. Қармағын 3-ші рет салғанда үлкен шортан балық түседі де мысықты суға сүйреп алып кетеді. Мінеки балалар, бұл менің нұсқам. Өздеріңде жоспар құрып, өздеріңде кішігірім мәтін ұйымдастыра аласыңдар. 56-шы жаттығуға назар аударайық. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Қызыл балық, ақ балық, көлде шоршып ойнайды. Сансыз балық, сақ балық, бізді аңқау деп ойлайды. Осы өлеңнен біз сын есімдерді табамыз. Сын есімдер еске түсірек, қандай қай сұрақтарына жауап береді. Заттың сынын, сапасын, түр-түсін, дәмін білдіреді. Сын есімдер өлеңде қызыл, ақ, сақ, аңқау. Келесі 57-ші жаттығу. Сын есімдерді тиісті зат есімдермен сәйкестендір. Мінеки балалар, мен өз нұсқамды жаздым. Сендер де өз нұсқаларыңды қарастырып көріңдер. Жазық дала, арық түйе, биік тау, ашық аспан, бойшаң қыз, қысқа жіп, сұр қоян, жуас қой. 58-ші жаттығу. Сырты жылтыр, бұдыр жоқ, іші шырын, қызыл доп. Бұл жұмбақтың жауабы қызанақ екен. Ал жұмбақтағы сын есімдер жылтыр және қызыл түс екен. Мінеки балалар, сын есімге арналған тағы да бір қызықты сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.